иншалла, егер Орал қаласының әкімі болсам, біз не жасаймыз? Бұл ең бірінші жасалатын трамвай. Оралға трамвай міндетті түрде керек. Біз оны қалай жасаймыз? Ұзындығы 25 шақырым болады. Яғни Жайық аренадан 10-шы микрорайоннан төменге дейін құс фабрикасына дейінгі ұзын жолдың барлығы күре тамыр, ол трамвай жолы болады міндетті түрде. Ремзаводты қосамыз, Диркулды қосамыз. Зашаған міндетті түрде қосады. Осы ұзын жолдың өзі адамдар жарты сағатта жететін болады. Мына шеттен, яғни солтүстіктен оңтүстікке дейін. Өйткені қазір уақытта 2-5 автобустардың өзі осы месокомбинатпен төменгі Зашағанның Сартауға дейін 1 сағатта жүріп жүр. Яғни біз уақытын үнемдетеміз біріншіден. Екіншіден, ол кептелісті азайтады 50-60%-ға. Міне түшкіріп жатыр Гарик Малла. Яғни кептеліс азайғандықтан бізде көшедегі жол тығыздығы азаяды машиналардың. Зашағанда тұратын 6-шы микрорайонда жұмыс жасайтын адамдарға машинамен барып не керек? Ол трамваймен барды, сол жерден түсті, кейін қарай трамваймен келді. Және де ең бастысы көшені үлкейтеміз, Жарық Малла. Қазіргі уақытта біз субсидия құйып, бюджеттен ақша салып отырмыз автобусты жүргізетіндерге. Яғни олардың қожайындарына, олар және жартысы депутаттар. Ал біз трамвайды мемлекеттік қылдырамыз. Ақшаның барлығы мемлекетке түседі. Және де ең бастысы Орал Европа қаласында тұр, сондықтан да бізге трамвай қажет. Және Оралдың басқа Европа қалаларының Стамбул болмаса да, немесе Измир, Анталияға ұқсайтындай жағдайы бар. Және де Қазақстанның ішіндегі трамвайы бар. Көне қалалардың, сұлу, әдемі қалалардың бірі болады. Ал егер әкім болсам, жобаның бірі осы. Мынандай сосын бізде жайығымыздың қасында әдемі болып. Түпкі мақсатыңыз не?